Alo. Katira. Atağın erettin katın. Sen padruşkan tuğmay kalır atağın eret. Padruşkan tuğanın, akşa sepir, ne oldu? Şumsa çık kaldın bu. Bastık atıra verme. Ötkenden koçuydun kız, налоговыйдың бастығына байға тиді демеді ғой. Құдалығына барып қайттың ғой, шошаңда болсын де. Сол аты кім еді сол, налоговыйдың бастығына аты? Құнанбай ма бастығы? Көршіңнің құдасы, сен не қылсың? Құнанбайдың нөмірін маған SMS-мен жіберген. Мен таниды ғой, айттың ғой. Дархан деген гейде құдаң бар деп айттың ғой, болды, жіберген. Көресің қазір, айналайын көрсетем саған. Көрейік, канал. Міне келді SMS-мен. Звондап атырмын қазір. 155 055 па Құнанбай? Ассалаумағалейкум Құнеке. Қал жағдайыңыз жақсы ма? Бұл звондап тұрған құдаңыз гайдегі мемлекеттік қызметкер. Ойбай. Иә? Қызметкер танымайсыз ба? Ой, өткенде біздің көрші үйдің қызын жалғыз ұлыңызды алып үйлен. Той құтты болсын айтпақшы. Мен барамай қалдым ғой. Ой, гайдегі құдаңыз, гайдегі. Ой, мынау танымай атыр ғой. Қайтып таниды сен, көрмейсің. Анау қап-қара қатын жүрді ғой, биші қатын Қатира дейді. Қайта билепсіздер ғой. Соның күйеуі. Қатты билейтін қатын танысып едіңіздер, Қатира. Соның күйеуімін. Сол, иә? Танысаңыз құтты болсын. Мен бүгін демалыс күн қойды Дарияға қармақ құрып келген ғой, өзенге. Қармақ құрып отырсам, налоговыйдың бір адамы кетті. Ойбай. Инспектормын деп. Не деді ол саған? Отырған жеріңе налог төле дейді маған. Ойбай, аң-таң болып қаппын, десем, Қазақстанның любой жері бізге налог төлеу керек. Сендер құқылысыңдар, дейді. Сосын айттым мен, бала, анекарек барып ойнасай. Мен бастығын Құнанбайдың құдасымын десем, онда ешектің миын жеген адамның атын атамамаған дейді. Сөйлеп айтты ғой. Ой, сабақ. Миын құрт жеп қойған дейді. Құлағына шыбын кіріп түсіп кеткеншін дейді. Сізді неше түрлі жамандап жатыр енді. Сізді айтады, біздің ақшамыз сендердің қанын ішкен ішің емес дейді. Біздің қанымызды трубочка желкемізге тік қойып сорады дейді ғой сізді. 6 этаж особняк салды дей ма тау жақтан. Бәрін айтып жатыр. Жамандап жатыр. Әгеш пе? Атың кім айт? Димаш. Димаш басын кесе алам екен дейді. Ол тырнағымды алып беретін адам ғой деп жатырсыз. Бересің. Болды. Сөйлес. Өтіріңе береке берсін. Сөйлес. Сен шынымен звондап отырсың ғой? Сөйлесең, ел инсан керек бол, сөйлес. Ел инсан бәрін құрт тұрған ес. Құнеке, ассалаумағалейкум. Қалайсыз, қуатсыз ба? Өллағы өйтіп айтқан жоқпын. Айтта. Ойбай, жаниманым мінеге аға, бұл айтпаймын ғой өйтіп мен. Қызықсыз еді. Мен сіздің любимый кадрыңызбыз ғой. Жоқ. Құдаяқ. Не алды? Ма. Бірінші күн келмей ақ қой жұмысқа дейін. Босын, дей ма? Құтты болсын. Неменеге кездестің сен маған, Неменеге кездестің, Айқайла ма? Айқайлайтын сенге налоговыйдың инспектор емессің маған? Шығып кетті ғой? Не ағып жүрсің сен тоғайда? Мен ғой балық аулап жүрмін. Сен не ағып жүрсің? Қызметпен жүрмін мен де. Қызметтің тоғайда емес шығар еді? Осындай айғай шу шығарғанша бәң әлде бір 500 теңге берсең кететін қой демей. Қанша проблема? Не болды? Ай, сор, бишара. Бишарасың ғой, бишара. Енді ұрума бола ма? Бишара? Қаныңды ішем қазір, болды. Бишара. Маған бәрі, мен гайге берген ұстапқа $2000 бір айда тауып алғам мен. Сен сорлыға обал болды ғой, ой. 34 000 айлықпен неше жыл ай жүр, қызмет қуып. Қойсайшы болды. Сауап айналайын. Не, бұлай қылайық, келісейік та? Келісейік одан да. Не қылдып келісесің? Сен менің бастығыма звонда, мен сенің бастығыңа звондайын, қайтадан жұмысқа тұрайық. Бала шаған нәпақасынан айырмайық, Бірінші сен звонда. Мен уберім болуым керек қой. Тұрдың ба, тұрмадың ба? Басса? Мен звондайым ғой, сенің құдаң қоя ма, қайтадан қоймай ма ол? Сен звондаса бірінші мен қойып берсей, сосын сөйлесеміз ғой. Өзің бастап звондадың, қатын құсап, мен звонда бермеймін. Сәке, мен ғой тағы. Бағанағын бәрі әзілі, просто ойнап айтқан машин. Айт.
Ya buna Darkan деген bala klас өзіміздің құрдасы екен ғой класста. Сен тілеуің тілеп жүреді деп айт. Yo, жақсы екен. Таныс тамырда көп өсетін бала ол біразға барады. Звоня айт, звоня. Иә. Звоняны айт, ей, звоняны. Тұра тұршы. Неше жыл болды сержантты білетін болды. Сосын бұл құрдас бар ғой. Айт, звоня. Бит. Бұл құрдас әлі сержант екен ғой, мынасы сержант. Тоқта. Қандай қысам ке? Майор. Қазір немене? Полковник деп айтшы. Қойсай сен, ол өзі подполковник қой, айналайын. Болмайды, одан жоғары болып кете ме? Сәке, не ғой, бұл бірдеңе қылса жаңағы офицерский составқа қарай ауыстыруға болмайды. Қой, офицер армияға жібермей пе? Сен өзің мектепте оқыдың ба? Айт, нең бар? Айт. Осы бір лейтенант па бірдеңе қылып жасап жүрсің? Капитан боба менің осы. Өті басай алдым мен. Айт. Лейтенант қылып жібересің. Мен реттеймін ол жағын, мен реттеймін оны. Иә. Айтқан істеп шығарып жүрген адам ол. Сөйді ол, жоқ әзіл деп айтқанбыз бағана. Берейші өзі қуанып қалсын, е? Давай, е? Ассалаумалейкум. Саулығыңыз тілеймін. Тыңдап тұрған майор Пірназар. Әлі қойған жоқсыз ба? Қайдан мен досыңыз ғой, майор болдым деп айтқасын. Ренжімеңіз. Барам ғой. Сол, қорқып кеттім, зәрем жүрдіңіз ғой. Ой, мен сіздің атыңыздан әңгіме айтамаймын ғой, өмір бақи. Болды. Көп жалпақта жүрме. Рахмет сізге. Ақ көңіл ғой бұл. Сәке, давай. Ақ көңіл. Жақсы, айтқанды орындаш бауырым. Қалған мен реттеп беремін ғой, я. Ақ көңіл жігіт сондай, ақ көңіл. Бұл берем деп тұрған кезінде бар, ал болмасаң ертең бермей баттым. Барып ал болайын. Тоқта. Мен жұмысым ше. Звонда ғана. Ақ көңіл деп қойды. Айуан деп атыр ғой. Давай, звондаш. Бұл онша танымайтындай едім мен. Және мен неге звондадың? Қой ондайын, айналып қой. Қайда, айтқаным сөймей жүр, танымаймын ғой, класстасым емес бұл мен. Айтса енді жөнді. Әзілдедік депсей болды. Атаң. Сол бәң әлде өзің звондамайтын адамсың ғой өз. Қайдан білейін сен? Таскедегі жабысатын атаң. Не да сөпін бұл қапты ұнауың? Қайтаңыз, звондай көрсе енді. Един инсан бітіп қапты ғой мен. Мәш, мен кіммен звондам? Біреудің телефонын көтермейді ол. Звондай берші, көтереді менгін. Бітсі, 141 мен 500 ләқтір берші маған. Ләқтір бер. Нөмірі қаншет? Білесің ғой, бастығың нөмірін. Маған, бетін. 164-02-64 деген. Ләқтір бер. Ең болса 500 сапайда тауып қойдек бүгін. Кетті ал. Кетті. Келді. Қайда күнем атаң. Алло, ассалаумалейкум құдеке. Мазалап тұрған тағы да құдаңыз ғой. Құдеке, сізге риза болдым. Сондай ақ көңіл кісі екенсіз. Сізді сынап көрейін деп бір звондай сағам. Жоқ, жақсы жігіт екен ол. Сенің орныңа адам алып қойды ғой. Бүгін воскресенье қаяқтан алады ол? Ой, бастығында әзіл қойған ғой сен. Жан имам. Зәре шүк кетті ғой. Жоқ, Димаш деген жас жігіт екен. Сізді мақтап атыр, сосын қандай бұл жұмысшысы екен деп тексеріп көрейін деп звондағанбыз, әзіл бәрі. Жақсы. Гәп өзіне берейін. Жақында бір шал пенсияға шығады, соны орындаш. Жақында бір шал өледі дейді ғой сізді. Пенсияға шығады. Пенсияға келеді, оң мені кетіріп барып кететін шал. Ауырып жүр, кетейін. Ауру дейді ғой. Атын атамайтын жаман ауру дейді ғой жақында. Иә, сөйтіңіз. Берейші өзіне бір. Құнеке қалайсыз? Ойбай, көке жан имамды алдыңыз ғой. Жоқ, жақсы әзіл деп не ағамыз ғой. Құдаңыз әзілге жүрген, иә. Берем өзіне бір. Рахмет. Рахмет, құдеке. Қазір айтпақшы, кешке сіздің үйге барамыз деп атырмыз. Танысып, екеуміз әлі кездеспегенбіз ғой, құда болғалы. Шақырып атыр ғой. Ойбай, мынау сіздің жұмысшыңыз сіз үшін балық ұстап атыр екен ғой бүгін. Сізге апарам деп. Жаңа ғана бір 40 килолық жайын ұстады деу. Қойсай болды ғой енді. Сосын кейін 5-6 коньяк. Бір жарты қойдың етін апарып шашлик істейміз дейді маған. Жүр деп қойма. Барамыз. Барамыз ғой. Жақсы. Әбілзат негеңдер дейді,
Дұрыс емес па? Обязательно келіңдер дейді. Сен онсыз жақсы көретін ем өзі. Барамыз ғой, мен жайында аяқтан ұстаймын. Ей, базардан барды налогын төлемеген біреудің бір жайының басына қой, жарты басы. Айтасың ғой, қармағым сынып кетті, әйтіп полный ұстап алып шығадым, жарты үзіліп кетті дейсің ғой. Сосын жарты қойыңның етін несен айналайын? Мақыл балықты базардан аламыз. Мен шашлик жегім келіп тұрады, қайдам дейін сосын. Осындай қыла адам көңілін қалдырасыңдар ғой осыдан кейін. Мақыл бүгін бастық үйіне барамыз, одан кейін кездеспей қойық бір-бірімізге. Неге? Рахмет есеп дейік, ағайынға, бол. Ой, кездескеніміз жақсы ғой. Немен еш жақсы? Кездескен сайын бір-біріміздің қызметімізді өсіріп атсақ не ішем анау? Білесің ба? Қазаққа таяқты не үшін берген? Не үшін берген? Қармақ істесін, гай болсын, мал бақсын деп бермеген ғой таяқты. Не деп берген? Бірін-бірін шұқып жүрсін деп берген ғой. Шұқып жүрсін деп. Мейлі. Ер шекіспей бекіспейді дейді, давай бауырым. Сосын бар ғой, сен енді ертеңнен бастап офицерский составта боласың ба, әжептеудің командир боласың. Класстасқа майда шүйдемен звондай берген ұятта, өткен жол бала тағы бір плотный нарушение жасапты. Не қой? Удостоверениесін алдырыпты. Право ма? Иә. Ой, алып береміз ғой. Болады ма? Алып берем, оп-оңай. Сосын не, ана жа мен биші қатын бар дедім ғой. Иә. Біздің домның астынан магазин ашып жатыр еді таңа. Иә. Өмір бақи налогын төлемейтін бірдеңе істеп берсең, істейміз.